Сәлем достар, міне осындай керемет жеті шелпекті қалай жасайтын туралы мен сіздерге толық ақпарат беретін боламын. Егер видеом ұнаса, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Және лайк басып комментарий қалдырыңыз. Жоғары сорттағы ұнды осындай ыдысқа салып, үстіне бір кесе қант саламыз. Және одан кейін сұйық майымызды құйып шығамыз. Өзіміздің қалауымызша дрож, яғни аштықы дейміз, сүйіп шығамыз. Одан кейін тұз саламыз. Қалауымызша тұзды да саламыз. Және 2 жұмыртқа жарып салатын боламыз. Барлығын салып болсақ, жылы сумен илеп шығамыз. Қамырымызды өте қатты қылмай, және жұмсақ қылмай, орташа деңгейде қылып, қамырымызды илеп, бір 20-30 минут қолымызбен иіні қанғанша бастырып шығамыз. Және қамырымызды әбден иіні қанып болғаннан кейін бір немесе 1,5 сағатқа бетін жауып қоямыз. Қамырымызды ашыды. Осылай 7 бөлікке бөліп, қамырымызды жеке-жеке жайып шығамыз. Май қызам дегенше осылай әдемілеп бір келкі қылып, формасын домалақ етіп жайып шығамыз. Майымыз қызды, міне жеті шелпегімізді салып жатырмыз. Жеті шелпек жаңағы қатты күйдірмей, қатты қызартып жібермей, бір келкі етіп, сары түсті қылып, әдемі қылып, солай пісіріп шығамыз. Міне дайын болды. Осылай кезек-кезек жеті көшемізді қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Жеті шелпегіміз дайын болды. Егер видеом ұнаса, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі видеомды көруге кеңес беремін.